Мына құстың балапанына қараңызшы, әлсіз, шарасыз, аш болған күйде бір жұмыртқаның ішінен шығып, білмейтін бір әлемде көздерін ашады. Ең алғашқы көргені ол әлі жаратылмастан бұрын ұясының дайын болуы, әрі өз ризығын әлі таба алмайтын жағдайда болғандықтан күтпеген жерден оған мейірім көрсеткен, әрі оны қорғаған, әрі алғаш рет көрген қорғаушылармен кездеседі. Әрі мейірімді қорғаушылар ризықты оның аяғына келеді. Ал сіздіңше, мыңдаған таңғажайып оқиғаларды қамтыған бұл құбылыстар кездейсоқ болуы мүмкін бе? Әлбетте олай емес деген сөзіңізді естіген сияқтымын. Міне біз сол себептен Рахман және Рахим болған Аллахымыздың бар болғандығына иман етеміз. Бұл көрінген мейірімділік пен шапағат Раббымыздың бізге берген нығметі.